Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз ерекше салат жасайтын боламыз. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк баса кетейік. Бізге 2 свекло, жуа, укроп, чеснок қажет. Толық рецепті описаниеге жазып кететін болам. Свекломызды 4 бөлшектеп турап аламыз. Свекломызды турап болғаннан кейін орташа жуамызды алып, үсті видеода көрсетілгендей турап, укропымызды, чесногымызды и потом саламыз. Үстіне жүгерімізді саламыз. Қанша грамм керектігін описаниеге жазып кететін болам. Үстіне 2 үлкен қасықпен күнбағыс майын құямыз. Біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.